Бүгінгі күнде Бірлескен Араб Әмірліктері дүниядағы жетекші саяхатшылық бағдарынан бірі болып, 2021 жыл статистикасы бойынша Дубайға айына орташа 1,5 миллион турист келген. Әмірліктер дүниядағы тасдиқланған нефт резервлерінің 5,6% һәм газ резервлерінің 3%-ке ие. Және де халық жан басына жылдық жалпы ішкі өнімі $70,000 асады. Бұл дүниядағы 6-шы ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Көз алдыңызға келтіріп жатырсыз ба? $70,000 жан басына. Өзбекстанда дерлік $2,000. Яғни Өзбекстанда орташа жылына бір адам $2,000 сарпылайды. Әмірліктерде болса $70,000. 35 есе көбірек бұл сарпылайды. Бірақ 2030 жылға барып, әмірліктер нефттің жалпы ішкі өнімдегі үлесін 20%-ке шекем азайтуды режелестірмекте.